Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен осындай баклажанмен ащы корейский салат жасайтын боламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Парақшама тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Онда бастадық. Алдымен баклажандарымызды кесіп, жуып, тазалап, осылай видеода көрсетілгендей етіп, ірілеу етіп турап аламыз. Шілей қатты майдалап тастамаңыздар. Сіздерге описанияға полный рецепті жазып қалдыратын болам, сол жақтан көрсеңіздер болады. Осылай видеода көргендей етіп турап алыңыздар. Енді қазанда немесе кастрюльге ыстық су қайнап тұрған суымызға баклажандарымызды салып 4-5 минуттай осылай бұқтырып қоямыз. Кішкене қайнатып, өзінің түсі өзгерген кезде, өзі қаралау болып түсі өзгереді ыстық суға түскеннен кейін. Міне осылай болған кезінде уже жұмсап тұрады. Аламыз баклажандарымызды суынан сырғытып, бір бөлек үлкендеу ыдысқа саламыз. Барлығын алып болғаннан кейін енді бұл баклажандарды мұздай суға сап қоямыз. Мұздай суға сап қоямыз 5-10 минуттай. Суға батырып осылай. Енді салатымызды дайындауды бастаймыз. Жаңағы баклажандарымызды судан сырғытып аламыз. Қатты мыжып тастамаңыздар, жаңағы езіліп кетеді. Жаңағы ыстық суға салған кезде жұмсап тұрады ғой. Бізге енді бір штук сәбіз керек болады, қызыл сәбіз. Осыны осылай теркадан морковша етіп шығарып аламыз. Үлкен бір штук сәбіз жетеді. Теркадан шығарып алғаннан кейін ішіне тұз сеуіп, араластырып бір шетке қойып қоямыз. Өз суы шығып, сочный болып әдемі болып тұрады. Енді қызып тұрған табамызға кішкене май құйып, бір штук пиязымызды тулап, осылай турап қызарғанша пісіріп аламыз. Енді 2 штук бадырен мен помидорымызды осылай видеода көрсетілгендей етіп қиғаштап турап аласыздар. Бадыреңді де помидорды да осылай бірдей етіп турап алыңыздар. Бұларда шлейжда ірі болып кетпесін, немесе майда болып кетпесін. Жаңағы баклажанның несімен, бойымен несімен бірдей болса, салаттарыңыз әдемі болып көрініп тұрады, әрі аппетитный болып. Турап болғаннан кейін енді ыдысымызға жаңағы баклажандарымызды саламыз. Бірінші жаңағы дайындап қойған морковша салатымызды саламыз. Пиязымызды, қуырылған пиязымызды ішіндегі маймен бірге қосып саламыз. Турап алған бадырен помидорларымызды саламыз. Енді үстінен зелень турап саласыздар, чеснок саласыздар, өздеріңіздің қалауларыңызға қарап. Зеленнен петрушка, укроппен күшті үйлеседі дәмі. Дәмдеріңізге қарай тұз саласыздар, бір ас қасық қант саласыздар, және де ащы болу үшін бізде қызыл перец саламыз. Онда өздеріңіздің дәмдеріңізге қарай қара бұрыш саламыз. И кориандр саласыздар. Бұл тамақтарға да, салаттарға да кориандрдың дәмі өте күшті үйлеседі. Енді бізде бұл жерде соевый соус, 3 чайный ложка соевый соус саламыз. Үлкен қасықта емес, кіші қасықта. И және де 2 чайный ложка уксус саламыз. Енді барлығын жақсылап біркелкі болғанға дейін араластырып аламыз. Бізде иісі, дәмі күшті болып шығады осы салаттың. Жасап көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде істеп жеп көрулеріңізді кеңес беремін. Өте күшті салат болады. Енді бетін жауып 2 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Уже холодильникте 2 сағат тұрды, дәмі, тұзы барлығы уже салатқа әбден сіңіп, әдемі болып тұрады. Есіне дейін күшті, керемет болады. Істеп көрулеріңізді кеңес беремін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Парақшамда тағы да көптеген рецептілер бар, көрсеңіздер болады.